ма балалар? Біз бүгін қазақтың ұлттық ойыны арқан тарту ойын ойнаймыз, иә? Қазақтың қандай ұлттық ойындарын білесіңдер, балалар? Көкпар тарту, дұрыс айтады, қыз қуу, иә? Теңгеру, асық ату, қан талапай, арқан тарту ойындары бар, иә? Біз бүгін соның ішінде арқан тарту ойын ойнаймыз, иә? Мен сіздерге арқан тарту ойынның ережелерінің мақсатын айтып өтейін, иә? Арқан тарту ойынның ережелері екі топқа балалар бөлініп, мәре сызығынан өзімізге қарай арқанды тартуымыз керек, иә? Кімнің күші көп, кім епті, сол арқанды тартып әкетеді. Сол кезде ол жеңіске жетеді, иә, балалар? Бүгінгі арқан тарту ойынның мақсаты ептілікке, шыдамдылыққа, бірлікке балаларды баулу деген, иә, балалар? Ал кән орнымыздан тұрып, арқан тарту ойынын бастаймыз, иә? Кән екіге бөлінеміз. Келе қойыңдар, кән. Тез орнымыздан тұрамыз. Кән, тұрамыз. Тез орнымызға тұрамыз. Кән. Балалар, мынау біздің мәреміз болады, иә? Мынау біздің жүгіміз. Осы арқанды екіге бөлініп, балалар тартамыз, иә? Кән ұстаймыз, кән. Тез жылдамдап ұстап жібереміз, кән. Тез ұстаймыз, тез ұстаймыз. Тез ұстап жібереміз. Ал балалар, бұл жерде екі топқа бөлініп тұрмыз, иә? Балалар, мына жақты біз тұлпар тобы деп алайық, иә? Мына жақты тұлпар тобы деп айтамыз. Кәні, қай топ жеңіске жетеді екен? Ал, 1, 2, 3 тартамыз, кән, тартамыз. Ой, жарайсыңдар, балалар. Балалар, ой, жарайсыңдар. Бүгін ойын қызықты болды, иә? Бүгін тұлпар тобы жеңіске жетті, иә? Жарайсыңдар, балалар. Тұлпар тобының жігіттері мықты екен, иә? Жарайсыңдар.